Жақсы, олай болатын балалар келесі оқулықпен жұмыс. Бұл жұмысты өздеріңіз көріп тұрғандай міндетті түрде бізде дескриптор берілген. Яғни мәтінді бөліп оқып аламыз қазір. Одан соң толық мазмұндаймыз, сосын жоспар құрамыз. Олай болатын назарымызды кітапқа салайық. Кәне бастайық ғой, аяри. Мәнерлі оқу. Өмір мен өлім туралы. Адам туады, адам өледі. Онда тұрған қайғы не? Бұл жаратылыс заңы. Біздің шығыс елдері адам дүниеге келген қонақ. Біраз қонақтадық, аттануы керек деседі. Бірақ адам дүниеге тек қана келіп, әншейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады. Ойдан мұра қалдырады. Жақсы, Лилия. Ол өмірге адам болып келіп, адам күйінде қайтады. Мен 20-шы ғасырдың жасымын. Бүгін мен өз жайымды әңгіме еткім келеді. Жақсы, Ина бар. Менің 19 жасымда бар ойым оқуда қызмет жайында және есім жасырайын атақ болатын. Мен болып жатқан өнер жайын ойлаушы едім. Алдымен ақын болғым келетін. Пушкин мен Лермонтовты, Гетені, Гейнені, Байрон мен Шиллерді оқығанда бір жола сіңіп кетуші едім. Бұл ақындар маған қатты ұнайтын да күні-түні басымды көтермей оқитынмын. Гүлназ. Мен күйші де болғым келетін. Чайковскиймен, Глинканы, Бетховен мен Шопенді ерекше құмартып тыңдаушы едім. Мен өзімшіл екем. Әрі ақын, әрі күйші болғым келетін. Абылай. Бұл уақыттың ішінде біздің ел де өзгеріп кетті. Адамдар да өзгерді. Мен де өзгердім. Мен жауынгер болдым. Қабағымнан кәр тепкен ызғар шашқан жауынгермін мен. Мен қазір көрген адам бұдан ондай 10 ай бұрын бары ой оқыда, я сүйген қызында болатын жас жігіт еді-ау, дей алмады. Асылай. Менің жастығым адам баласының қызметіне берілді. Мүмкін мен жастығымды қайыра алмаспын, бірақ ол босқа кетпейді. Менен кіші інілерімнің еншісіне тиеді. Кейінгі жасқа жас інілерім, сендер бақытты жандарсыңдар. Сендер соғыс дегенді білмей өтетін боласыңдар. Біз жастығымызды сендердің бақыттарының жолына құрбан еттік. Сендер тыныш өмірде бақытты жасайтын боласыңдар. Біз кәрлі кезеңнің соғысты заманның жандарымыз. Жақсы, жарайсыздар балалар. Олай болса, жұмысымыздың бірінші дескриптор тармағын орындадық. Енді мазмұндайық. Жақсы, кім бастайды? Мәтінде не туралы айтылған? Кім бастайды? Айта қойыңыз. Так, Сая бастай ғой. Баубек Бұлқышевтың соғысқа дейін арманы және соғыстан кейінгі арманы айтылған. Жақсы. Шығарма не себепті өлім мен өмір туралы деп айтып тұр? Аяри, ойыңыз айта қойыңызшы. Не себепті? Себебі басында айтылып тұр, адам ол дүниеге қонақ деп айтып тұр. Және де Баубек Бұлқышев өзінің соғысқа деген соғыс үшін, халқы үшін өмірін беру туралы айтып тұр. Сол себепті Өмір мен өлім деп аталып. Жақсы, Гүлназ, сіздің ойыңыз қалай? Автор не туралы айтқысы келіп тұр бұл жерде? Ақын. Өзінің кім болғанын айтқысы келеді соғысқа дейін? Соғысқа дейін күйші болғысы келетін, атақты болғысы келетін туралы айтып тұр. Және соғыстан кейін ойы елін, жерін қорғауға ауысуы туралы. Жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ, Абылай, сізге айта қойыңыз. Баубектің ойының өзгеруіне қанша уақыт керек болды? Кім айтады? Кім айтады? Өте жақсы. 10 ай. Себебі 10 айдың ішінде қандай оқиға болды, Абылай? 10 айдың ішінде соғыс басталып кетті. Соғыс басталып кетті. Жақсы, отыра ғой. Соғыс басталмас бұрын Рүстем айта қойшы. Баубек нешеде еді? Қарылған. 19 жаста еді. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай, бізге қандай тілек тілейді автор? Аңсар айта қойшы, бізге қандай тілек тілейді? Біздің бейбітшіл жедел өмір сүруімізді, өйткені ол жастық шанс алмады, өйткені кенеттен соғыс басталды. Ол оның жастық шағы өзі ойлағандай болмады. Жақсы, отыра қойыңдар. Өте жақсы, балалар, жақсы мазмұндадық. Олай болса, жоспарға кезек берейік. Қалай білесіз? Жаза қойыңыздар дәптерге. Тапсырма 1 жоспар дей қойыңыз. Жоспар деңіз. 2-3 бөлімге бөліп, мәтінді жоспарлай қояйық. Так, бірінші бөлім бойынша аяғы келе ғой тақтаға жаза ғой. Жоспар құру дейміз. Жоспар. Осыны қойғай, аспарды. Не деп жазғым келеді, аяғы айтауымыз? адам дүниеге келген қонақ. Адам дүниеге қонақ. Жарайсыз. Адам дүниеге қонақ. Екінші тармақ туралы кім айтқысы келіп отыр?
Кім айтқысы келеді, қыздар? Инабат. Баубек Бұрыштың соғысқа дейінгі Өмір дейміз, керісінше арман. Өте жақсы келіп. Балалар сауатты, әдемі көркем жазуын көшіріп отырамыз. Дұрыс, адам дүниеге қонақ. Дұрыс жазды, өте сауатты. Баубектің соғысқа дейінгі армандары дейміз. Жарайсыздар, жазып отырайық. Балалар жазып отырмыз ба? Жақсы, үшті кім айтқысы келеді балалар? Жақсы, Гүлназ айта аламыз. Соғыстан кейінгі Баубектің ойын өзгерді. Өте жақсы, толық жауап. Жазып. Соғыстан кейінгі ойының өзгеруі. Соғысқа дейін ол, бір сөзбен айтқанда, кім болып еді олар? Саят, кім болып еді? Жас, студент. Иә, студент. Соғыс кезінде кімге айналды ол? Жауынгерге айналды. Яғни екеуінің арасында желінен өтке айналды. Так, балалар жазып ала қояйық, бекітіп қыстыра қояйық. Тақтан бір тексеріп жіберейік. Адам дүниеге қонақ, тыныспелі дұрыс қойылған. Баубектің соғысқа дейінгі арманы, соғыстан кейінгі ойының өзгеруі. Ешқандай қате жоқ. Жарайсыздар балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға кезек берейік. Енді тақтаға назар аудара алыңыздар. Фразологизм дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейікші балалар. Фразологизм дегеніміз не? Аңсар айтқысы келіп отыр. екі немесе одан да көп сөздер тұрады. Жақсы отырау. Арғай жалғастырып кім қазылайық? құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға болмайды. Болмайтын. Бір сөйлем мүшесі болып келеді. Бір сөйлем мүшесі болады деп. Жайна. Не бар? Бір сөйлем мүшесі болса ол? Бір сұраққа жауап береді. Нұрайым айтам дейді. Бір мағынаны білдіреді. Кім мысал келтіреді? Фразологизм. Гүлназ? Қас пен көздің арасы. Тайға таңға басқандай тағым. Инабат? Жүрегінің түгі бар. Олай болса жақсы балалар. Осы айтылған біздің тілдік бағдар бойынша өтіп жатқан тұрақты тіркес немесе фразологизмнің ережесін тексеріп жіберейік. Дұрыс айтып берген. Кім оқиды орнынан? Аңсар оқи қойшы. Фразологизм дегеніміз не екен сонымен? Толық мағыналы сөздерден тұрады. Айтылды ғой да бұл? Айтылды. Екіншісін айта алам. Құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға болмайды. Айтылды ма? Жарайсыздар. Бір мағына береді, бір сұраққа жауап береді, бір сөйлем мүшесі болады, және де дайын күйінде қолданылады. Дұрыс. Бұл жауаптың бәрі айтылды. Олай болса, өзіңіз үш шапалақ істейікші. Жарайсыңдар. Ережені жақсы айтты. Олай болса, осы фразологизмге байланысты келесі тапсырманы орындай қойыңыздар. Бәріміз бір жол ұстадық та түйінді сөздерді жаза қойдық. Жұмысымыз түйінді сөздер. Тақтада көріп тұрсыздар, 4 сөз берілген, е? 4 сөз. Енді осы сөздердің тапсырманың дескриптірін оқып жіберейік. Осы жұмыстың тапсырмасын оқып жіберейік. Аяғын оқи қойшы, дескриптірді. Кестердің жалғасын табады, мағынасын айтады, сөйлем құрайды. Жақсы. 4 бізге фразологизм берілген. Оны сыңарып табу керекті. Жақсы, отыра ғой. Бірінші, бірдеңенің түгі бар, абылай айтауы. Жүрегінің түгі бар. Жарайсың, абылай. Шүйіру, бақытпен айтам деп, мұрнын шүйіру, жарайсың. Көк алашығын үймелету, Гүлназ. Өте жақсы. Қойнына сыймау, Нұрайым айтам деп. Қуанышы, қойнына сыймау. Жақсы. Бірінші дескриптірдің талабын орындады. Тіркестерін сыңарып тапты. Енді мағынасын айтайық. Кім айтқысы келіп отыр? Келген аз айтам деп. Жүрегінің түгі бар, ол батыр. Өте жақсы. Отырағы. Келесі кім айтады? Аңсар айтқысы келіп тұр. Мұрнын шүйіру, менсінбеу. Менсінбеу дейді. Өте жақсы. Көк алашығын үймелету. Жайна. Өтірік айту. Кішкене басқаша мағынасы. Көк алашығын, өзінің көк алашығын үймелету. Инабаттың екінші бірі. Күн көрсетпеу, жағдайын жасамау, қойына сыймау. Өте қатты, өте жақсы. Олай болатын болса, осы тұрақты тіркестерге бір-бірден
сұрай қояйық. Ауызша құрап, сосын бірден жазуға болады. Кім айтады бірінші